Оралхан Бөкей 1943 жылы туылып, 1993 жылы дүниеден озды. Ол Шығыс Қазақстан облысы Катон Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Әкесі Бөкей, анасы Күлсия. Оралхан Бөкей журналист, қазақ әдебиетінің бас редакторы, жазушы болған. Оралхан Бөкей оңаша ойлар. Сағынам кейбір кеште мұң шіркінді, ыстық деп кім ойлаған бұл шіркінді? Бастауы жақсы жырдың болармысын, апырау көзге неге жас іркілді? Табиғат табынасын өсеріне, керек деп жас шалғының өсеріне. Көзімді мөлдір жаспен шылап алам, жырымнан кілем тоқып төсерімде. Жас керек бойдың серкеп өсеріне, жас керек қайғы деген өсеріне. Жас тілейді қуаныш деген құрбы дағы, дес бермей ойсыз күлкі өсегіне. Бейбіт күнде кемірсен таста жақсы, бейбіт күнде қанжарлы қаста жақсы. Тыныштықтың ауасын жұта тұрып, бейбіт күнде жылайсан жаста жақсы.